әмеңгерлікпен қайнысына тию үшін өз күйеуін өлтірген әйел. 5 бөлім. Айнұр төсегіне отырып, басын екі қолымен ұстап, ішіндегі ойлармен арпалысып отырды. Көзі қарауытып, санасы қараңғы ойлар билей бастады. Абзал менікі болу керек, деген сөз ішінен қайталана берді. Бірақ оған тек бір ғана жол бар екені ойына орала берді. Әмеңгерлік. Ал ол үшін осы ойдың соңын өзі де ойлаудан қорықты. Бірақ шайтан оны одан әрі азғыра түскендей. Ішкі үні арманның кетуі керек екенін сыбырлай берді. Оның жүрегіне қорқыныш пен қара ниет қатар ұялай бастады. Арман болмаса, бәрі оңай болар еді. Сонда ешкім мені кінәламайды. Бұл дәстүр, деп өзін ақтауға тырысты. Оның ойында түрлі жоспарлар құрыла бастады. Арманның тым салмақты, ойлы адам екенін ойлап, ол ештеңеден сезіктенбейді деп сенді. Бірақ жүрегінің түкпірінде арманға деген аяушылық сезімі әлі де бар еді. Жас кезінде оны сүйіп, өз қалауымен тұрмысқа шыққаны еске түсіргенде көзіне еріксіз жас келді. Бірақ бұл сезім көпке ұзаған жоқ. Арман мені байқамайды да, оған тек жұмысы ғана керек деп өзін тағы да ақтап, ішіндегі қара ойды күшейте түсті. Ары-бері бөлмеде сәнделіп жүрді. Бөлме ішінде тыныс алу ауырлап, терезеге қарап тұрып, даладағы жұлдыздарға көз тастады. Ол болмаса, мен бақытты болар медім, деп ойлады ішінен. Айнұр бұрын ешқашан мұндай қорқынышты ойларға берілмегенін түсінсе де, қазір бәрі басқаша. Оның жүрегін қызғаныш пен құмарлық улағандай еді. Осы ойлардың шырмауынан шығуға тырысып, сабырға шақырды. Бірақ шайтанның сыбыры оны қайтадан баурап алды. Көз алдына Абзалдың күлімсіреп, өзін құшақтап тұрғаны елестеп, арманның бейнесі көмескі тартып бара жатты. Айнұрдың ойы сан-саққа жүгірді. Ішкі жан дүниесін аласапыран сезім билеп, енді ол тек бір нәрсені ойлаумен болды. Арманнан құтылу. Бірақ оны ешкімге күдік тудырмай, барлығына өз ажалымен өлді дегізетіндей ету керек. Түннің бір уағында төсегінде дөңбекшіп жатып, санасын шайтан арбағандай түрлі жоспарларды елестете бастады. Жол апаты, бір уыс дәрі, немесе суға кетіп қайтыс болды деп ойлатсам ше, деген сұмдық ойлар басынан шықпай қойды. Ол бір сәт өзін тоқтатқысы келгенімен Абзалдың бейнесі көз алдында көлбеңдеп, бұл ойды одан сайын ұштай түсті. Арман көп жұмыс істейді, шаршап жүреді. Егер бір күні түнде далаға шыққанында жүрегі ұстап қалса, ешкім ештеңе демес еді, деп өзін сендіргісі келді. Бірақ бұл ойды іске асыруға жүрексініп, өз-өзін тағы да сабырға шақырды. Бірақ шайтан оған қайтадан сыбырлай бастады. Бәрі өздігінен болғандай көрінетін әдіс табу керек. Ешкім маған күмән келтірмеуі тиіс. Айнұр күнде таңертең Арманның үйден шығуын бақылап, оның әдеттерін зерттей бастады. Оның қай уақытта жұмыс істейтінін, келетіні, қай жерде ұзақтау бөгелетіні, тіпті кейде түнде мал қарауға шығатыны да есіне түсті. Мүмкін сол бір түнді күту керек шығар деп ойлады ішінен. Оның санасы әбден уланған еді. Енесі мен енесінің Абзалға болашақ жары іздеп жүргені, оны емшіге апарып жолы ашық деген сөздері Айнұрдың сабырын тауысқандай. Ол қалайда өз бақыты үшін Арманнан құтылу керек деп шешті. Күндер өткен сайын Айнұрдың жүріс-тұрысы өзгере бастады. Арманмен суық сөйлесіп, кейде одан қашқақтап жүретін болды.
Ал Арман болса, әйелінің мұндай мінезін оның көңіл күйінің тұрақсыздығынан деп ойлап көп мән бермеді. Айнұр шайтан сыбырлаған сұмдық жоспарды жүзеге асыруға асықпаса да, оның ойынан бұл жоспарлар бір сәтке де кетпеді. Айнұр күн өткен сайын өзгеріп бара жатты. Оның жанарында бұрынғыдай жылулық пен ұяңдық емес, әлдебір суық, үрейлі от пайда болды. Ол Арманның әр ісін жіті бақылап, әр қадамын аңду әдетіне айналдырды. Күн сайын оның өлімге итермелейтін сәтті ойша елестетіп, өзін тоқтатуға тырысқанымен, шайтанның сыбырлары санасынан өшпей қойды. Ол Арманның түнде қора жаққа жиі шығатынын біліп алды. Суықта әлсіреп, ауруға шалдығады деген үмітпен түнде есікті сыртынан жабуды да ойлады. Кейде даладағы жалғыз соқпақ жолға қасақана мұз қоюды жоспарлап, оның қалай тайғанап құлайтынына көз алдына елестетті. Бірақ мұның бәрі әлі орындалмаған ойдың ішінде ғана еді. Айнұр өзін тоқтатуға тырысты, бірақ жүрегі бір нәрсені анық сезіп тұр. Бұл ессіз махаббат. Оны нағыз шайтанға айналдырып үлгерген еді. Ол енді өз әрекетін, ойлау қабілетін басқара алмайтын халге жетті. Бар ойы Абзал ғана болды. Оның басқа қызбен бас құрау мүмкіндігі Айнұр үшін жантүршігерлік азап еді. Ал Арман болса, Айнұрдың бұл өзгерісін байқағанымен оған аса мән бере қоймады. Ол әйелінің көңілсіз жүрісін әлі де сәби сүйе алмаудың қиындығымен байланыстыратын. Айнұр, сен көп уайымдама, бәрі өз уақытымен, деп жұбататын ол кейде. Бірақ бұл сөздер Айнұр үшін мүлдем мағынасыз еді. Ата-енесі де келіннің көңілсіз кейпіне қарап өзара күтіп жүр ғой, байғұс деп өз түсініктері бойынша жорып келіндеріне қолдау білдіретін. Ал Айнұр болса, үй ішінде жүзіне жасанды сабырлықты тығып алып, жүрегінде аласұрған құмарлық пен жек көрушілікті тығып жүргендей еді. Ол Арманның басқа ізін аңдып, әр қимылын сараптап, қашан оңтайлы сәт туарын күтіп жүрді. Бәрі табиғи көрінуі керек деп сыбырлады ішіндегі қара ой.